Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 1. Спорт, өнер. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді суреттегі ақпаратпен толықтырып оқып, стилін анықтаңдар. Ішкі және сыртқы айналымға бөлініп, ой-түрткі сұрақтары негізінде сократтық семинар ұйымдастырыңдар. Қазақ халқының спорт өнері сонау ерте заманда туған. Орта ғасырлық саяхатшылар қазақтардың мерген, атқұмар, сайыста мықты жауынгер екенін талай рет жазған. Ата-бабаларымыз мұраға қалдырған ұлттық ойындар, бәйге, көкпар, тағы басқа. Бірде дүниежүзінің 5 дүркін чемпионы, Дағыстанның атақты балуаны Әли Әлиевпен әңгімелескенім бар. Бізде, деді Әли, спорттың ең көп тараған түрі күрес. Қазір елімізді әлемге танытқан атақты балуандарымыз баршылық. Қалған спорт түрлеріне онша мән бермей келеміз. Ал біздің республикада спорттың 50-ге жуық түрі дамыған дедім. Қазақстан бай ғой, құрылыс салуға да, командалар ұстауға да қаржы молынан жетеді. Бірақ әр ұлттың өзіне тән спорттың түрі болса, бұның ешқандай кемшілігі жоқ. Мәселен, бразилиялықтар үшін футбол болса, Скандинавия елдері мен канадалықтар үшін хоккей. Ал біздің жастарға күрес пен боксты шындап игеру керек. Әли дұрыс айтып отыр. Шынында да біз әр спорт түріне машықтанып жүрміз. Бірде балуандарымыз жеңіске жетсе, бірде волейболшыларымызды, хоккейшілерімізді жеңіс тұғырынан көреміз. Әбдісалан Нұрмаханов. Бұл мәтін ауызекі сөйлеу стилінде жазылған. Енді сұрақтарға назар аударайық. Бірінші, спортты өнердің бір түрі деуге бола ма? Әрине, спорт та өнердің бір түрі деуге болады, себебі оны да адам өнер секілді қызығушылықпен меңгереді. Екінші, дағыстандық балуанның пікіріне қосыласыңдар ма? Дағыстандық палуан пікіріне қосыламын. Біз қазақтар палуан халық, сондықтан күрес пен боксты шындап игеру керек. Үшінші, қай халыққа қандай спорт түрі тән, етене жақын деп ойлайсыңдар? Крикет, шахмат Индияда дамыған, марафон жүгіру Кенияда, бокс Куба, Қазақстан, Өзбекстанда, шаңғымен сырғанау Норвегияда, мәнерлеп сырғанау Ресей, Франция, Қытай мемлекеттерінде дамыған. Төртінші, қазақтың ұлттық спорт түрлеріне тағы нені қосар едіңдер? Қазақтың спорт түріне бәйге, қыз қуу, көкпар, арқан тартыс ойындарын қосуға болады. Тілдік бағдар. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы етістік деп аталады. Құрылысына қарай етістіктер дара етістіктер мен күрделі етістіктер болып бөлінеді. Дара етістіктер бір сөзден тұрады, тұлғасына қарай түбір етістіктер және жұрнақ арқылы жасалған туынды етістіктер деген екі топқа жіктеледі. Мысалы, ек, оқы, кел, айт тағы басқа түбір етістіктер, баста, қолда, кіріс, жырла, сана, түзет тағы басқа туынды етістіктер. Күрделі етістіктер кемінде екі сөзден құралып қимылды білдіреді. Бір сұраққа жауап береді. Мысалы, ән сал, қабыл ал, алып бар, айта гөр, келген еді, барса игі еді, танымал болды, жек көреді, құр қалды, тағы басқа. Екінші тапсырма. Оқылым мәтініндегі дара және күрделі етістіктерді анықтаңдар. Дара етістіктер туған, жазған, жетеді, көреміз. Күрделі етістіктер әңгімелескенім бар, мән бермей келеміз, игеру керек, айтып отыр. Үшінші тапсырма. Деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші деңгей. Берілген сөздердің баламасын тауып, оларды қатыстырып сөйлем құраңдар. Машықтану, мұраға қалдырған, әлемге таныту, жеңіс тұғыры. Машықтану, жаттығу, дағдылану дегенді білдіреді. Мұраға қалдыру, мирас ету, әлемге таныту, әйгілі ету, жеңіс тұғыры, жетістікке жету. Спортта жетістік кепілі машықтану, жаттығу болып табылады. Ұлттық ойындар ата-бабамызда мирас болып келе жатыр. Олар өз батырларын әлемге әйгілі ету үшін дәріптеп отырған. Жетістікке жету үшін көп еңбектену қажет. Екінші деңгей. Мәтіндегі спорт терминдерін теріп жазып, сорт терминдері сөздігінің көмегімен түсініктеме беріңдер. Чемпион, сайыс жеңімпазы, балуан, күресші, команда, сайысқа түсетін топ, құрама, футбол, аяқ добы ойыны. Үшінші деңгей. Өздерің білетін спорт түрлерін кестеге түсіріңдер. Ұлттық спорт түрлері: көкпар, арқан тартыс, асық, тоғызқұмалақ. Қысқы спорт түрлері: шаңғымен сырғанау, мәнерлеп сырғанау, хоккей, тағы басқа. Доп спорты: футбол, волейбол, баскетбол, регби, гандбол,
Су спорты: жүзу, қайықпен жүзу, судағы футбол. Жеңіл атлетика: жүгіру, алысқа секіру, биіктікке секіру. Ауыр атлетика: штанга көтеру. Көлік спорты: Формула 1, Формула 2, Формула 3, яғни бұлар жаңағы кішкентай автокөлікпен жарысу спорттары және ралли, тағы басқа. 5-ші тапсырма: аудиожазбадан мектептегі спорт секциясы мәтінін тыңдап, көтерілген мәселені анықтаңдар. Бұл мәтінде мектептегі спорт секциясын құру туралы және адам денсаулығын сақтауда спорттың пайдасының таптырмас құрал екені туралы мәселе көтерілген. 6-шы тапсырма: спорт секциясына қатысатын достарың туралы спортпен шұғылданудың денсаулыққа әсері жөнінде аргументативті эссе жазыңдар. Етістіктерді құрылысына қарай талдаңдар. Денсаулық адамның ең басты және баға жетпес байлығы. Денсаулықты нығайту үшін спортпен шұғылдану қажет. Мен спортпен айналысқанды жақсы көремін. Әсіресе футболды қатты ұнатамын. Менің достарымның да спортқа жаны жақын. Бексұлтан қазақша күрес үйірмесіне қатысып, жарыс додаларында жүлделі орындарды иеленіп жүр. Арсен бокс үйірмесіне қатысады, ол күнделікті жаттығуға барады. Салауатты өмір салтының қарапайым қағидаларын ұстанатын болсаң, денсаулығың да нығайып, өмір жасың ұзарады. Шұғылдану қажет: күрделі етістік, ұнатамын дара етістік, иеленіп жүр күрделі етістік, барады дара етістік, ұзарады дара етістік.